Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен голубциядан сорпа дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, сонымен қатар менің каналымда сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жаңа рецепттер шығады. Қапы қалмаңыздар, міндетті түрде қоңыраушаны басып алыңыз. Қазанымызды отқа қойып, оның үстіне су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Одан кейін етімізді турап, етті біртіндеп салып шығамыз. Міндетті түрде етіміз батып тұратындай су болуы керек. Және қатты отта қойып, қайнағанша бетін жауып қалдырамыз. Міне осылай қайнағаннан кейін біз еттің көбігін алып тастаймыз. Және қайтадан бетін жауып шамалы қайнатамыз. Оттың астын жай қоямыз. Одан кейін біз пиязымызды жіңішке етіп турап, осылай қайнап жатқан етіміздің үстіне саламыз. Достар, менің каналымда чечевичный суптың рецепті бар. Қазір жоғарыда сілтеме шығады, сол сілтеме арқылы өтіп қарасаңыздар болады. Ал енді біз көкөністерімізді тураймыз, яғни картопты қатты ұсақ емес, орташа формада турап шығамыз. Мен сіздерге бұл голубцы сорпаның толық рецептісін описаниеда қалдырамын, сол жақтан қарап көрсеңіздер болады. Ал енді сәбізімізді де кубиктап турап шығамыз. Қатты жіңішке емес, орташа формада тураймыз. Достар, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаймыз. Сіздерден қолдау күтемін. Ал енді осылай біз турап болған сәбізімізді, картопымызды қайнап жатқан сорпаның үстіне салып, бетін жауып, олар піскенше астын жай отта қайнатып шығамыз. Ал енді фаршын дайындауға кірісейік. Фарштың үстіне ұсақталған пиязды турап салып, мұжып аламыз. Одан кейін үстіне күрішті салып, оларды да жақсылап бір-біріне байланыстырып аламыз. Одан кейін үстіне тұз дәміне қарай және бұрыш саламыз. Бұларды да жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай болып шығады. Енді бізге болгар бұрышы керек. Мендегі болгар бұрышы тұздалған және банкада жабылған. Өте дәмді болгар бұрышы. Бұның да рецептісі алдағы уақытта каналымда болады. Егер қажет болса, комментте қалдырамыз. Міне осылай біздің дайын болған фаршымызды осы болгар бұрышының арасынан салып шығамыз. Достар, менің каналымда сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жаңа рецепттер шығады. Қапы қалмаңыздар, міндетті түрде қоңыраушаны басып алыңыздар. Енді біз сорпамыздың бетіне томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және оттың астын күшейтіп, біз дайын болған голубциларымызды салып шығамыз. Міндетті түрде голубцилар түргеліп тұру керек, яғни құлап қалмай, осындай видеода анық көрініп тұр. Осылай салуымыз керек голубциларды. Оттың астын жай қойып, қайнағанша, яғни біздің голубциміз піскенше жай отта қалдырамыз. Мінекей біздің голубциядан жасалған сорпамыз дайын болды. Енді мен сіздерге арасын бөліп көрсетейін. Мінекей қараңыздар, қандай жұмсақ әрі жеңіл туралады. Өте дәмі, енді өте дәмді, ерекше. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмін тек өздеріңіз жасағанда ғана көре аласыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаймыз.